Ой жарайсың балам, келе ғой, отыра ғой, екеуміз онда бидай тартайық. Асылтан, сен маған бидайды мұнда салып беріп көмектесе. Ой жарайсың, бұрынғы ата бабаларымыз осындай диірменнің арқасында бидайдан ұн жасап. Амансыңдар ма балалар? Келе қойыңдар. Біз Қансұлтан немереміз екеуміз бидай тартып жатырмыз балалар. Бұл бидайдан ұн шығарамыз. Оннан нанның түрлерін шығарамыз. Бауырсақ үшін қамыр дайындауымыз керек. Сіздер маған көмектесесіңдер ме? Ендеше қолымызды жуып қамыр дайындайық. Қыздарым, ендеше бауырсақ ашу үшін бізге ұн, сүт, су, ашытқы және тұз керек. Бастаймыз ба бауырсағымызды? Сендер маған көмектесіңдер ғой, Бірінші сүт құямыз. Ақ ол молшылықтың белгісі. Одан кейін аздап су құямыз. Енді тұз сала ғой, ұл болсын, қане сала ғой тұзды. Ой жарайсың, араластыршы енді ұл болсын, араластыра ғой. Ай жарайсың. Ясина қызым, сен ашытқы сала ғой. Араластыр. Ой жарайсың балапан. Маған енді Талшын мен Айлин көмектесті. Енді ұнымызды салу үшін оны біз електен өткізуіміз керек. Талшын көмектесе ғой. Әне електен сала ғой. Енді осыны біз сүт пенен суға саламыз. Балалар, барлық аналар қамыр илегенде отбасына, бала-шағасына тілек тілейді. Қамырдай жұмсақ болсын еліне, нандай берекелі болсын деп. Ол тілек әрқашан қабыл болған. Аналар балаларына барлық тілекті осы қамыр илегенде біріктіру барысында тілеп отырған. Бауырсағымыздың қамыры дайын. Енді біз бұны жауып, жылы орап қойымыз керек, Қане орай қойыңдар. Жүргін ала қойыңдар. Орай. Қамырымыз жылы болса, тез ашиды. Біз енді дайын бауырсағымызды кесеге. Kese bak. Қыздарым, менің бауырсағым дайын. Енді бұны аналарыңа бере қойыңдар. Отқа пісіріп алып келсін. Қыздарым, бауырсаққа келсіңдер. Кім дайындады? Өздерің дайындадыңдар ма? Жарайды, мен бұны пісіріп келейін, Әжестің бауырсақтарыңыз дайын. Ой жарайсың келіңдер, ал дастарханға қоя қой. Мінекей балапандарым менің. Сендердің маған көмектескендегі бауырсақтарым міне осы. Ал дәмін тартып қоя көрші. Әне, жей қойыңдар. Ала отырған. Дәмді ме екен? Жарайсыңдар. Балалар, мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Ойнаймыз ба? Ол үшін мен қазір Қансұлтан немеремнің көзін байлауым керек. Ол көруге болмайды. Қансұлтан, мен сенің қолыңа қазір бір ас беремін. Сен оны ұстап қой. Жұмсақ па, қатты ма? Қане, ұстай қойшы. Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ. Енді иіскей қойшы. Дәмді ме екен? Иісі қандай? Дәмді, Ой жарайсың. Бұл не екен білесің ба? Бауырсақ. Дұрыс таптың ба балалар Қансұлтан? Бүгін әжелер
үздік тағам жасағандарым үшін алғыс білдіреді. Бұл менің ұлбосын немереме, анау құтты болсын. Ал бұл Талшын немереме. Жарайсыңдар балалар. Бұл Ясина немереме. Ал бұл Айлин қызыма. Ай, жарайсыңдар, құтты болсын.